Сонымен бүгіннен бастап Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан президенті ретінде жұмысына кірісті. Инаугурацияға келсек, ұлықтау рәсімі басталды. Тоқаев ант бергеннен кейін әнұран орындалды. Арамызда арам жыландардың барына көзім жетті. Қазақстанның гимні болып жатқанда қосылып айтпақ түгілі орнынан тұрмаған тілшілерді көріп, қаным басыма шапты. Жарайды, өмір көрсетеді бұндайларға. Санасына берсін. Ұлықтау рәсіміне осы сайлауда қуыршақ кандидат атанғандар да келді. Саяси додадағы қарсыластарын қолдап кепті. Сайлауда соңғы орын алған Салтанат Тұрсынбекова депутат болуды көздей ме? Депутаттықты түсінесіз бе? Оны уақыт көрсетеді. Тоқаевтан кейін екінші орын алған Жигули Дайрабаев депутат болуды жоққа шығармады. Мандат ұсынса, депутат бола салатын секілді. Депутаттық мандат ұсынса барасыз ба? Мен оны алдын ала сәуегейлік айтуға ыңғайсыз болады. Оны уақытысында сұрақ бересіздер, сол кезде жауап беремін. Басқа кандидаттар тілшілерге ұстатпай ішке кіріп кетті. Қысқасы, осы сайлауға қатысқандар алдағы парламент сайлауына қатысып депутат болып кетсе таңғалмаймын. Мүмкін алдын ала осындай келісімде болған шығар. Бұл енді менің жеке пікірім. Ал ағайынның аманатын арқаладым деген Қасым-Жомарт Тоқаев алдағы 7 жылда өз бастамаларын жүзеге асыруға уәде етті. Әрі қарай өмір көрсетеді.